Баршаңызға сәлем, сіздермен жансая бұл хит болған пирог жасаймыз. Ең алдымен жылы сүтке қантымызды, тұзымызды, ашытқыны салып, жақсылап араластырып аламыз. Онымызды електен өткізіп алып, оған жұмыртқа мен жұмсақ сармаймыз салып, сүтімізді құйып, жұмсақ әдемі қамыр илеп аламыз. Жақсылап илеп, 1 сағат, 1,5 сағатқа ашытуға қойып қоямыз. Пирогтың салмасына менде жаңғақта блендермен езіп алдым, оған қант қосып, жұмыртқаның тек қана белогын қосасыздар, соны жақсылап араластырып дайындап аламыз. Менің қамырым осылай әдемі болып көтерілді, арасына 1 илеп алдым. Одан кейін 2 бөлікке бөлесіздер, үлкен және кіші қылып, үлкен бөлігін бірінші болып жаямыз, жайып алып, одан кейін барып противеньге пергамент төсеп, соған саламыз. Салып болған соң жаңғақты жаңа жасап алғанда бетіне толығымен салып шығамыз. Енді пирогтың шет-шеттерін осылай жауып шығамыз. Одан кейін осындай форманы алып майлаймыз. Қалған кішкентай бөліктегі нанды соның үстіне қойып оқтаумен жаятын боламыз. Оқтаумен жайғанда әдемі сондай форма береді. Мен жайып атқанды трафарет деп айтады. Кондитерский магазиндерден алсаңыздар болады. Енді осыны пирогтың бетіне жабамыз. Осылай жауып болғаннан кейін осы өрнегі бар тестаны созып қамырдың астына қарай, пирогтың астына қарай саласыздар. Сонда көтеріліп, ашылып кетпейтін болады. Осындай астатық нандардан гүлін жасап қойдым. Одан кейін жұмыртқаның сарысына сүт қосып, бетіне жағып шығамыз. Дайын болған пирогты 180 градуста 20-25 минут пісіріп аламыз. Мінекей пирогым дайын болды, өте сондай әдемі. Осы 2025-те хит болған пирог міндетті түрде жасап, каналыма тіркеліп, лайк басып отырыңыздар. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Өте сондай ерекше пирог болып шығады.